Сәлеметсіз бе? Алдыңғы бейнероликтерде біз бағдарламаның ерекшеліктері және мемлекеттік тапсырысты орналастыру тетігі туралы айтқан болатынбыз. Енді сіздің мемлекеттік қолдаудың қандай шараларын пайдалана алатыныңызды қарастырайық. Алдымен мемлекеттен жер алуға бола ма деген сұраққа жауап берейік. Иә, әрине, егер сізге студенттік жатақхана салу үшін жер учаскесі қажет болса, онда сізге әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияларға, инвестиция комитетіне және мемлекеттік жекешелік әріптестіктің жергілікті өкілдеріне жүгінуге болады. Егер сізге жобаны іске асыру үшін қаражат қажет болса, онда даму қоры арқылы бизнестің жол картасы 2025 және қарапайым заттар экономикасы бағдарламалары шеңберінде банктен жеңілдетілген несиені ресімдеуге мүмкіндігіңіз бар. Қосымша ақпарат алу үшін төмендегі байланыс деректері бойынша хабарласуға болады. Сондай-ақ бағдарламаны іске асыру үшін біздің studdom.fincenter.kz сайтымыздан дайын үлгілік жобалық сметалық құжаттама алуға болады. Бағдарламаға қатысу үшін бізге хабарласыңыздар. Тиімді бизнеске капитал салыңыз.